Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді творожный пирог дайындаймыз. Ең алдымен секеріміздің үстіне жұмыртқа салып, жақсылап миксермен ағартып көпіртеміз. Енді үстіне сары майымызды саламыз, қаймағымызды саламыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұн, қосқыш және ванилинді саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге сүзбе, қаймақ, секер және де кукурузный крахмал керек. Блендермен араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Дайын қамырымызды 24 диаметрлік формамызға құямыз. Үстіне кондитерлік мешокқа осылай начинкамызды салып творожный. Үстіне тор-тор етіп жүргіземіз. Дәл видеодағыдай 150-160 градуста қызып тұрған пеште шамамен 45-50 минут пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.